Al енді тексерші салондағыларды. Қолыңда терминал жоқ. Не үшін тексеріп жатсың сен форма киіп алып? Жоқ, қолыңда терминал заңды болса, сен тексересің. Мен жолаушыдан 80 теңге алдыңыз. Мен сізден... Жоқ, алғаным рас, мойындаймын, иә. Вот енді мен билет не үшін бермедіңіз, ол кісі айтты маған. Жоқ, енді сен форманы киіп тексерсеші менің алдымда. Бар ғой, қазір сменде жүргендер бар, солар тексереді мені. Неге сіз билет вовремя бермейсіз? Ол кісі айтты 150 теңге бердім деп. Неге сіз билет бермейсіз? Жоқ, енді қазір менің алдымда жүріп тексереді. Өзі кәдімгі заңды бейшікпен немен жүрген нелер бар. Қайтып бара жатырмын. Мен сізден жаңа сұрадым. Сен қолыңда терминал жоқ, тексеруге немен право? Мен қайтып бара жатырмын. Мен билет бермеген үшін сіздер билет алдыртуға имею право, жарай ма? Біріншіден. Екіншіден сіз маған если претензияңыз болатын да. Претензия жоқ, претензия. Бірақ мені видеоға түсіріп жатсыз айтыңызшы. Бірақ сен қол терминалың болу керек. Қол терминал болу керек. Ал мен қайтып бара жатырмын жұмыстан. Қайтып барасың, тексерме, онда отыр. Линияда түстен кейін шығатын смендер бар, солар тексереді. Билет бермеген үшін онда заман мені видеоға түсіріп тұрсыз ба? Дұрыс. Кім сен аты жөнің? Бейжігін берші бері қарай. Или болмаса осы жерден түсіп қал. Есік ташап түсіп қал. Жүрмеймін, онда проезд төле, сен жұмыстан шығып кеткесің. Жоқ, сен жұмыста емессің ғой қазір, сен жұмыста емессің, қызметте емессің. Сенің аппаратың болу керек. Аппарат болу керек. Түсіп ма жошы, или проезд төле. Проезд төле онда. Жүрмеймін мен онда. Тұрам мен. Не, терминалым жоқ. Мен водительмен қарсы болмады, пассажирлер. Келесі Вот әне салондағылардың бәрі біліп тұр, сен жұмыста емес, тексеруге не имеет право. Қалай мешеден түсіріп атсың, сізде жауап беріп тұр. Бұл кісі не имеет право, тоқтап тұр, түсіп алдыр маған. Қалай не имеет? Халықтың мазасын алып тұрсың, жауапсыз. Қолына телефон ұстап аласың. Сен имеешь право болсашы? Водитель қарсы болмады, Жоқ, қолында болсын терминал, заңды кір түсір, пожалуйста. Жоқ, келесі аялдамадан түсір, и так-то түсесің. Бірақ заңды істесіңдер, заңды. Кім есімің аты жөніңді айтшы? Қыз, бейжігін көрсетші. 29 Бекші Аружан Жұбатаев. Ешкім сөйтке түсіріп атқан жоқ. Білмей жатыр, олар аңғара билетке тексеріп түсіріп атқан жоқ. Ешкім түсіріп атқан жоқ, олар білмей жатыр, Сен даже жұмыста емес, халықты видеоға түсіруге саған болмайды негізі. Салонда отырған пассажирді сен түсіруге болмайды. Сендердің арнайы көкіректеріңе не берді ғой түсіретін? Вот сонымен түсір, пожалуйста. Қолыңда терминал болу керек. Кіріп, тексер. Мен емес, салондағы кісілердің бәріне сенің сөз естіп отырсың. Водитель шыққын қарсы қойған жоқ, сен водитель жала жақтар. Жұмысың біткен,
жұмыс уақыт емес, жұмыс уақытысы деген сенікі түске дейінгі смен. Сен қайтып бара жатсың үйге. Ал түстен кейінгі смендер жүр ол. Sen şu maçı sohbeti ne mi? Ama sen canında bitmişsin sen altına kadar. Оңай жұмыстан қайтып бара жатыр, қолында терминал жоқ, салонды тексеріп, салондағы елдердің мазасын алып отыр.